Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Жаяу Мұса атындағы жоғары көпсалалы Ақсу колледжі. Пән атауы қазақ тілі мен әдебиеті, бірінші курс. Пән оқытушысы Алтынгужинова Жанар Бекешевна. Сабақтың тақырыбы еңбек нарығы. Оқу мақсаттары: мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтай отырып, факті мен көзқарасты ажырату, мәтін идеясын анықтау. Сабақтың мақсаты: тақырып бойынша мәтінге жоспар құрып, әр тармақшаға қажетті негізгі және қосымша мәліметтерді жинақтап ұсына алу. Тілдік міндеттер: пәндік лексика мен терминология. Оқушылар түсінеді және сипаттайды. АКТ-ны қолдану дағдылары. Сабақта презентация қарайсыздар, видео сабақ көресіздер. Осы сабаққа қандай бағалау критерийлері қойылады? Мәтіннің мазмұнын түсінеді, негізгі ақпаратты анықтайды, мәтіннің тақырыбын анықтайды, мәтіннің стилін ажыратады. Дескрипторлар: сіздердің жұмыс жасау әрекеттеріңіз. Сұрақтарға жауап бересіздер, өз ойларыңызды білдіресіздер, мәтінге жоспар құрасыздар, мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты анықтайсыздар. Оқылым-алды тапсырмасы: еңбек тақырыбына қатысты нақыл сөздерді айтасыздар. Олардың мән-мағынасын түсіндіресіздер. Оқылым бойынша еңбек нарығы атты мәтін берілген. Мәтінді оқып шығасыздар. Оқылымнан кейінгі тапсырмалар. Бірінші тапсырма: мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты анықтайсыздар. Екінші: мәтіннің стилін анықтайсыздар. Үшінші: мәтін мазмұнына сүйеніп, еңбек нарығының ерекшелігін айтасыздар. Жазылым бойынша орындайтын тапсырмаларыңыз. Екінші тапсырма: мәтінде қандай бейтаныс сөздер кездесті? Олардың мағынасын сөздіктен анықтап, дәптерлеріңізге жазасыздар. Тақырып бойынша мәтінге жоспар құрып, оны да дәптерлеріңізге жазасыздар. Кері байланыс: осы бүгінгі сабақ бойынша нені бұрыннан білесіздер, нені бүгінгі сабақтан білдіңіздер, және нені білгім келеді деген сұраққа жауапты осы кестеге толтырып жазасыздар. Үй жұмысы: еңбек нарығы, өзгермелі нарық тақырыбында шағын эссе жазасыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.